Достар, видео басталмастан бұрын сіздерге футбол нарезки деген каналды ұсынғым келіп тұр. Бұл арнада сіздер салынған голдардың үзіндісін көре аласыздар. Жоқ дегенде арнасына 30 подписчик жинап кетейік. Достар, сіздерге тағы бір арнаны ұсынғым келіп отыр. Бұл арнада сіздер түрлі жанрда видео көре аласыздар. Бұл арнаның аты G-Fan Kazakhstan. Қазірге ода 17 подписчик. Достар, 25-30 подписчикқа жеткізіп тастайық. Неге түрлі жанрда түсіреді. Қытайдың көбейту тәсілі, топ 5 керемет ойын, Майнкрафт, әртүрлі видео түсіреді. Видеолар өте қызық. Жас блогерді қолдап, арнасына 30 подписчик жинап тастайық. Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге арнасы. Бүгінгі біздің видеомыз ол дауыл жайлы, құйын жайлы, су тасқыны жайлы. Біздің видеомыз өте қызықты болады. Көріп соңына дейін көріңіздер. Ал біз видеоға кеттік. Такая вот история тут случилась. Ал город облысында желдің жылдамдығы секундына 27 метрге дейін жеткен. Ол жақта күн өте суық. Ленинградтың облысында қатты дауыл болған. Күн өте бұзылған. Қар қалың жауған. Қар құйып жауып жатыр. Бұл дауылдың, бұл суықтықтың деңгейі өте қауіпті. Москва қаласында. Синоптиктердің болжауынша қар ауысуы мұзға айналады. Сочи қаласына өте қатты дауыл құйын алдын ала ескертіледі. Сочиде өте қатты су тасқыны болған. Судың тереңдігі кәдімгідей терең. Көліктер көшеде жамауда. Адамдар да жүруден қалған. То бишь вы понимаете, да, что я по идее должна была вот здесь пройти. Вот так вот, что-то все посмывало. Көліктер судан әрең жүруде. Тіпті суға батып та қалып жатыр. И потоками воды снимается асфальт. И вот асфальт отошел. Соответственно, туда бежит вода, и все это будет разваливаться и разрушаться. Ал осы видео аяқталды. Видеоны арнаға жазылып лайк бас, және де жақсы комменттеріңізді жазып кетіңіздер. Достар, мен барлық комментті оқимын. Ондағы комменттерге лайкымды басамын. Достар, коммент жазып мені шабыттандырып, артыма тіркеліп лайктарыңызды басып, күнделікті видеомды көріп отырыңыздар. Және де күнделікті видеомның қорғалмау үшін колокольчикті басып қойып, сол кезде ешқашан менің видеоларымнан қорғалмайсыздар. Ең бірінші болып көресіздер. Ал давайте сау!